Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік асханасынан осындай керемет рецепт ұсынғым келіп отыр. Бұны мержимек көфте деп айтылады. Орысшасы чечевичный котлет, яғни супермаркетте сатылатын қызыл чечевицадан котлет дайындаймыз. Керекті заттардың тізімін осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен біз чечевицаны тазалап жуып, үстіне ыстық су құямыз. Картошканы жіңішке етіп тураңыздар. Бұл кісі скороваркада істегендіктен үлкен етіп турады. Жіңішке етіп турап салыңыздар. Содан кейін тұзды салып, кәдімгі отқа пісіреміз. Орташа отта прям езіліп піскенше пісіреміз. Оған дейін мына жерде петрушканы турап алдық, кәдімгі көк пияз. Сосын мына ақ пияз, осылай бәрін ақ пияз майдалап, кубиктап турап аламыз. Енді мына жерге сұйық майды құйдық. Үстіне пиязды салып, прям пиязымыз жұмсарғанша қуырамыз. Пияз жұмсарғаннан кейін осының үстіне 2 ас қасық толтырып, томатный паста саламыз. Сосын жақсылап араластырып, бір минуттай қуырып, уже өшіре берсек болады. Енді бұл жаңағы котлетке бізде көфтелік булгур деген нәрсе бар, яғни котлетке арналған булгур деген нәрсе. Бұл бізде Қарағандыда білмеймін қай жерде сатылатын, алдында фундук деген магазинде сатылатын, қазір жоқ екен. Не болмаса Озоннан тапсырыс берсеңіздер болады, мен описаниеге оның ссылкасын қалдырып кетемін. Не болмаса түрік маркеттерінен ала аласыздар. Міне чечевица осылай жұмсақ болып езіліп пісті. Оны сразу жаңағы ненің үстіне саламыз, көфтелік булгурдың үстіне саламыз. Содан кейін осылай араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Жаңағы котлетке арналған булгур жұмсау керек. Оған дейін 1 лимонның суын сығып аламыз. Он 15 минут өткеннен кейін осының үстіне бағана қуырып алған томатный пастаны құямыз да араластырып тағы қойып қоямыз. Ыстығы басылу керек, өйткені ыстықтай біз оны қолмен ұстай алмаймыз. Соны күтеміз салқындағанын. Чечевицаның ыстығы басылғанша салатный листьяларды жуып, тарелкаға әдемелеп қойып шығамыз, ол әдемі көріну үшін. Мына жерде ыстығы басылды, қолмен ұстауға болатындай жылылық. Осының үстіне приправаларды саламыз. Мына жерде черный перец, паприка, содан кейін кимьон деген нәрсе. Кимьон ол біздегі зира бар ғой, палауға қосатын, соның майдаланған түрі екен, порошок түрі. Содан кейін мына жерде бағана сыққан лимонымыздың 1 лимонның жарты суын құямыз. Ал жартысын қалған жеген кезде жапырақтың ішіне салып орап жейді ғой, соның ішіне құйып жесеңіздер күшті болады. Осы кәдімгі жақсылап бәрін илегеннен кейін барып, осының үстіне зелендерді саламыз, бағана петрушка, пияз. Осылай араластырып болғаннан кейін енді осының үстіне 3 ас қасықтай осындай сұйық май құйып жібереміз. Оны не үшін құямыз? Бұлай қолмен сығамыз, ғой сыққан кезде виді әдемі глянцевый жылтырап тұру үшін құяды екен. Мен ондай фишкасын барын білмеппін, оны апайымыз айтты. Бұл осылай құрт сияқты бәрін қолымызбен сығып, осылай қойып шығамыз. Сонымен кейін оны жапырақтың ішіне бір-біреуден салып, лимонның суын құйып, бар болса гранатовый соус құйып жесеңіздер дәмі тема болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.